Ассалаумағалейкум, денсаулыққа керек арнасының көрермендері. Лайк басып, подписаться етіп отырыңыздар. Бүгінгі айтатын тақырыбымыз тары және де тарының денсаулыққа пайдасы туралы айтамыз. Тары біздің ағзамызға қалай әсер етеді? Тарыны үнемі тұтынудың 5 себебін ұсынамыз. Тарыда адам ағзасына керекті микроэлементтер жетерлік. Бүйрек пен зәр айдау жұмысын жақсартады. Әсер етеді. Тары бүйрегімізге қалай әсер етеді? Бүйректегі қабынуды алдын алады. Бүйректегі майда тастарды шығарады. Бүйрегімізде майда тастар болса, міндетті түрде дәрігерге қаралу қажет. Тағы да зәр айдау қызметін жақсартады. Зиянды сұйықтардан арылтады. Ағзамыздағы тазалау керемет құрал минералды қызмет фосфор, калий, темір, марганец, Б тобының дәрумендері жүйке жүйесін бір қалыпты ұстауын, ол фтор, теріні және шашты тісті қатайтуды көздейді. Қазіргі кезде тез дайындалатын тағамдарға жиі жүгінеміз. Қазіргі кезде ораза айында ғана тарыны тұтынамыз. Ал сіз тарыны жейсіз бе? Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Сау болыңыздар. Лайк басып, подписаться етіп отырыңыздар.